Тәттілерді жегіңіз келіп тұрады. Бұл тұста құрамында қанты жоқ десерттер сізге көмекке келеді. Ол қандай тәттілер? Бұл туралы осы видеода айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Құрамында қанты жоқ тәттілер дәмді әрі пайдалы. Олар дәмді ғана емес, сонымен бірге бауырға салмақ түсірмейді және тіпті калорияларды санап жүргендерге де қолайлы. Ендеше авокадо негізіндегі шоколадты мустың рецептін жазып алыңыз. Керекті ингредиенттері: 1 піскен авокадо, 2 ас қасық какао ұнтағы, 1 штук банан, 1 шай қасық ваниль сығындысы, азғантай өсімдік сүті. Қалауыңызға қарай текстура үшін керек болады. Банан мен авокадоны блендерде біртекті масса болғанға дейін араластырыңыз. Какао, ваниль мен 1 салым тұзды қосыңыз. Қажет болған жағдайда 1 шама өсімдік майын құюға болады. Сонда кремдік текстураны аласыз. Массаны тоңазытқышқа 15 минутқа қойып суытып алыңыз. Қант пен ар-ұяттың мазалауы жоқ, дәмі қанық әрі пайдалы мус болып шығады. Зиянсыз тәттілердің тағы бір түрі жаңғақ пен даршын қосылған кемештелген алма. Керекті ингредиенттер: 2 алма, 1 уыс грек жаңғағы немесе бадам, 1 шай қасық даршын, 1 шай қасық бал немесе топинамбур шәрбаты. Алманың өзегін алып тастап, жаңғақтарға толтырып даршын себу керек және қаласаңыз аздап бал қосуға болады. Аэрогриль немесе тұмша пештің ішінде 20 минут бойы шамамен 180 градуста температурада пісіресіз. Алма жұмсақ, жаңғақтар қытырлақ болып шығады. Ал хош иісі адам айтқысыз жайлылық сыйлайды. Осындай зиянсыз тәттілердің тағы бір түрі құрма қосылған кокос түйіршіктері. Керекті ингредиенттер: 10 құрма, дәнегін алып тастау керек. 100 грамм кокос жоңқасы, 1 уыс кешью немесе бадам жаңғағы, 1 шай қасық какао. Жаңғақ пен құрманы блендердің ішінде біркелкі пастаға дейін ұнтақтаңыз. Пайда болған массадан түйіршіктерді жасап шығыңыз да кокос жоңқасына аунатыңыз. Тоңазытқышта 30 минутқа қойып қойыңыз. Осылайша денеңіз үшін де диетолог алдында да ұятқа қалдырмайтын кәмпиттер шыға келеді. Сонымен қатар жидек қосылған чия пудингінің рецептін жазып алыңыз. Керекті ингредиенттер: 2 ас қасық чия тұқымы, 150 мл өсімдік сүті, 1 уыс жидек, стевия немесе агава шәрбәтінің бірнеше тамшысы, 1 шөкім ваниль. Чия тұқымын сүт, ваниль және тәттілендіргішпен араластырыңыз. Тоңазытқышқа 3-4 сағатқа түнге қойып қойсаңыз тіптен жақсы. Дастарханға ұсынар алдында жидекпен безендіріңіз. Бұл десерт пісіруді талап етпейді және асқазаныңыздың қамын ойлайды. Сондай-ақ сүзбе ірімшігі қосылған алмұрт десерті. Керекті ингредиенттер: 2 піскен алмұрт, 100 грамм жұмсақ сүзбе, 1 уыс грек жаңғағы, 1 шөкім даршын, бал немесе стевияның бірнеше тамшысы. Алмұртты қақ ортасынан бөліңіз де өзегін алып тастаңыз. Жемістің ортасын сүзбе ірімшігімен толтырыңыз. Жаңғақ пен даршынды себіңіз. 15-20 минут бойы 180 градус температурада алмұрт жұмсақ болғанша дейін пісіріңіз. Бұл десерт мейрамхананың тағамы сияқты көрінеді, ал дайындалуы өте қарапайым. Дұрыс тамақтану мен диеталар тәттілермен үйлеспейді деп ойласаңыз қателесесіз. Үйреншікті рационға қандай пайдалы тәттілерді қосуға болатынын біле жүріңіз. Егер тәттілерді қатты жақсы көретін адамдар қатарына жатсаңыз, олардан мүлдем бас тарту эмоциялық жағдайға зиян келтіреді. Тәттілер көңіл-күйді көтереді. Глюкоза энергия өндірісі мен серотонин өңделуіне қажет. Ендеше құрамында зиянды қанты жоқ пайдалы тәттілерге мән беріңіз. Ең алдымен бал. Бал тәтті әрі пайдалы өнім, бірақ оның ағзаға зияны келмес үшін оны мөлшермен жеу керек. Балды күніне 1-2 шай қасық жеу ұсынылады. Бал тазартылған қантқа қарағанда толықтай табиғи өнім. Ол дәрумендер, антиоксиданттар және органикалық қышқылдарға өте бай. Балдағы А дәрумені сиыр етіндегі қарағанда 60 есе көп, алайда бал күшті аллерген, сондықтан оны абайлап және аз мөлшерде ғана жеу керек. Екіншіден, қара шоколад. Шоколад көпшілік әйелдің сүйікті тәттісі.
Оның бірнеше кесегінің өзі нағыз антидепрессантты ауыстыра алады. Бірақ шоколадтағы майлар мен зиянды көмірсуларды қайтеміз. Бұл заттар тек сүтті шоколадта бар, ал қара шоколад ағзаға пайдалы. Егер күніңізді шоколадсыз елестете алмасаңыз, оның қара, ащы түрін таңдаңыз. Диетологтардың айтуынша, күндізгі норма 30 грамм шоколад жеу жеткілікті. Ол шамамен бір плитканың 4-тен 1 бөлігі деген сөз. Оның пайдасы бірден байқалады. Артериялық қысым түседі, есте сақтау жақсарады және көңіл күйіңіз көтеріледі. Құрма, финики. Кептірілген құрма өте тәтті және пайдалы кепкен жеміс. Оның құрамында ағзаға қажетті дәрумендер, жасұнықтар және антиоксиданттар өте көп. Сондай-ақ құрма иммунитетті қатайтады. Жүкті әйелдерге пайдалы. Жүрек-қан тамырлар аурулары қаупін азайтады және де Альцгеймер ауруының алдын алады. Ол тазартылған қатқа жақсы балама бола алады. Қара жидек, қарақат және басқа да қою көк жидектер. Жемістер мен жидектер қантты керемет алмастырғыштар болып саналады. Жидектердің көк түсі олардың құрамында антоциан өсімдік пигменттерінің көп екенін білдіреді. Олар жалпы ағзаға және сұлулыққа жағымды әсер етеді. Антиоксиданттық әсер береді. Бос радикалдармен күреседі. Қан тамырлар қабырғаларын қатайтады және көруді жақсартады. Алма. Бұл жеміс кез келген маусымда қолжетімді. Сондай-ақ оның калориясы өте аз. Қызыл алмаларда 40 килокалория ғана бар. Алмалар жасұнықтарға бай, сондықтан олар ас қорытуды жақсартады және қарынды тез тойдырады. Ал алманың құрамындағы пектин ағзадан нашар холестеринді шығарады және жүрек-қан тамырлар жүйесінің жұмысын жақсартады. Алмалардан дайындалған шай жақсы ұйықтауға және күйзелістік жағдайдан арылуға көмектеседі. Сондай-ақ жеміс қағынан жасалған кәмпиттер. Бұл кәмпиттер пішініңізді бұзады деп ойламаңыз. Олар мармелад сияқты ағзадағы ауыр тұзды металдарды шығарады. Төртіншіден, ол мармелад. Мармеладта пектин өте көп. Ол холестерин мөлшерін азайтып, ішек-қарын жолын қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар бұл тәттіде калория аса көп емес. Цукат. Цукат құрамында бета-каротин, токоферол және аскорбин қышқыл секілді дәрумендер мен антиоксиданттар бар. Цукат есте сақтау қабілетіңізді жақсартады және шаршағаныңызды тез басады. Ал сіз тәттінің қай түрін сүйіп жейсіз? Бұл туралы сіздің пікіріңізді комментарийде күтетін боламын. Видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.